Виртуалды мектепке қош келдіңіз. Құрметті оқушы, берілген суреттер арқылы тақырыпты болжаңыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болашақ мамандықтары. Демек, біз бүгін өзіміздің болашақ мамандығымыз туралы айтамыз. Бүгін сабақта біз мәтін оқимыз. Үйренген сөздерімізді айтылым және жазылымда қолданамыз. Мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстырамыз. Сөздік жұмысы. Суретпен берілген сөздерді сәйкестендіріңіз. Қажетті сөздер: дәрігер, дәрігер зертханашы, құрылысшы, мұғалім, гүл өсіруші, сәулетші. Осы қажетті сөздерді суреттердің астына орналастырыңыз. Орналастырып болсаңыз, өзіңізді тексеріңіз. Келесі тапсырма. Мәтін алды, жұмыс. Берілген сөздердің сыңарын тауып, сөз тіркесін құраңыз. Бірінші бағандағы сөздер: білімді, мамандық, жұмыс, оңай, сүйіспеншілік. Екінші бағандағы сөздер: сезімі, табу, иесі, жастар, іс. Сөз тіркесін құрап көріңіз. Өзіңізді тексеріңіз. Сөз тіркесі: білімді жастар, мамандық иесі, жұмыс табу, оңай іс, сүйіспеншілік сезімі. Келесі тапсырма: мәтін мен жұмыс. Бірінші, мәтінді түсініп оқыңыз. Содан кейін үйренген сөздеріңізді қолданып, мәтінде көтерілген мәселені анықтаңыз. Шынайы өмірмен байланыстырып, өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Берілген кестені толтырыңыз. Кестеде мәтінде көтерілген мәселе және менің көзқарасым. Ықтимал жауабы: өзіңізді тексеріңіз. Мәтінде көтерілген мәселе ол адамның болашағы таңдаған мамандығына байланысты. Менің көзқарасым: мамандық таңдау оңай емес. Біріншіден, сол мамандыққа деген сүйіспеншілік қажет. Екіншіден, жақсы маман болу үшін көп іздену керек. Мен болашақта инженер болуды армандаймын. Ол үшін мен қазірден бастап физика, математика пәндерінен терең білім алуым керек. Оқылымнан кейінгі тапсырма. Сөйлемдерді оқып, ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықтаңыз.
мәтінде көтерілген мәселеге мән беріңіз. Жастар мамандық таңдауды оңай деп ойлайды. Дұрыс па, бұрыс па? Мамандық таңдау қиын іс. Сіз қалай ойлайсыз? Жастардың көбі жақсы маман болсам деп ойлайды. Дұрыс па, бұрыс па? Жақсы маман болу үшін өзіңде бар білім жеткілікті. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Білікті маман болу үшін көп еңбектенуіміз керек. Сіз қалай ойлайсыз? Тапсырманы орындап болсаңыз, ақпараттың дұрыс, бұрыстығын тексеріп, сәйкестендіріңіз. Келесі тапсырма: кім боламын? Кесте арқылы өзіңіздің болашақ мамандығыңыз туралы айтып беріңіз. Үйренген сөздеріңізді қолданыңыз. Кім боламын? Мен неге ол мамандықты таңдадым? Жақсы маман иесі болу үшін не жасауым керек? Ол мамандықтың қоғамға қандай пайдасы бар? Сұрақтарға жауап беріңіз. Жауап беріп болсаңыз, өзіңіздің жауабыңызды ықтимал жауаппен тексеріңіз. Тест тапсырмасы. Мақал мәтелдердің сыңарын тауып белгілеңіз. Бірінші. Алуан кәсіп бар. Жалғасын табыңыз. Екінші. Ата кәсіп. Сәйкестендіріңіз. Үшінші. Шеберді саусағы. Нұсқасын табыңыз. Тест шешімі. Бірінші. Алуан кәсіп бар. Таңдай білде, талап қыл. Екінші. Ата кәсіп балаға нәсіп. Үшінші. Шеберді саусағы асырайды. Рефлексия. Сабақта алған 3 маңызды ақпаратты белгілеңіз. Қиындық келтірген 2 мәселені анықтаңыз. Сабақта ұнаған бір аспектіні жазыңыз. Сабақ аяқталды. Сіз зерек оқушысыз. Көңіл қойып тыңдағаныңызға рахмет. Құрметті оқушы, дидактикалық материалдар файлында сізге арналған тапсырмалар бар. Сол тапсырмаларды орындап, нұсқаулық арқылы өзіңізді тексеріңіз. Сізге сәттілік.